Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Қарапайым деңгей 51-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы менің сүйікті ісім. Грамматикалық тақырыбы А, Е, И алу деп ойлау құрылымы. Грамматика. Ережемен танысыңыз. А, Е, И алу құрылымы әрекетті істей алу мүмкіндігін береді. Мен коньки тебе аламын, бірақ шаңғы тебе алмаймын. Мен домбырада ойнай аламын, мен қалаға бара алмаймын. Дұрыс нұсқасын белгілеңіз. Асқар кеше кітапты маған бере алмады. Сөздерді тиісті формада жазыңыз. Бару, тарту, оқи, жазу, жүргізу, ойнау, сөйлеу. Мен хатты бүгін жаза алмаймын, бірақ ертең жаза аламын. Жаңа сөздермен танысыңыз. Жүзу, әуес іс, шаршау, мінез, қолөнер, шыдамдылық, тақырып. Суретке түсіру, мақсат, көңіл көтеру, жүгіру, зиян, хат. Сүйікті іс, сауалнама, шынайы, қызықтыру, деп ойлау, шеберлік. Жаңа сөздермен сөйлемдер құрыңыз. Мысалы, Асанның мінезі өте жақсы. Олжас ағасына хат жазды. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындаңыз. Назарларыңызға рахмет.